Қайырлы күн достар, қалдарыңыз қалай? Мен бүгін сіздерге бір басымнан өткен жағдайды айтайын деп едім. Оқиғаны мен бүгін сіңілімді мектепке апардым бүгін таңертең. Сосын кішкене кешіктік. Сосын мен анау отырған охранниктар орыс екен ше. Сосын мен айттым оған, мен қазір сіңілімді апарып келейін деп ше, кабинетке. Сосын ол айтады, девушка, можно на русском дейді. Сосын мен айтам, мен орысша білмеймін, на русском не знаю деп. Дедім де бұрын да кетіп қалдым. Сосын ол маған айтады, артынан девушка деп қақсап ше, мен алдым да сіңілімді неге апарып тастадым, кабинетіне. Сосын қайтып келе жаттым, түстім. Сосын ол маған айтады, типа, егер де екінші рет осындай қайталанса, мен саған директор шақыртам, одан кейін милиция шақыртам деп. Сосын мен ашуландым да, оған да айттым, мен де саған милиция шақыртам дедім. Сосын шығып кетіп бара жатқам, одан кейін бұл жағдайда бұлай қалдыруға болмайды дедім де, қайтадан артқа кірдім де, приемныйға кірдім де, ана кісіге жалып жаздым, шағым жазып кеттім. То, что кеттім жаңағында маған орысша сөйле деп айтқан үшін, өйткені мен әрине білемін орысша сөйлеу, бірақ та мен орысша сөйлегім келмейді. Сосын деп айттым. Мен де маған жаңағында директор шақыртам, полиция шақыртам деп айтқанымда барлығында жаздым. Сосын сол білім ордасы мекемесінің заучымен сөйлестім, сосын директормен сөйлестім. Мен оларға айттым, не деп, ол білім ордасы болғаннан кейін, ол жаңаға күзетші, қазақша да, орысша да тілде білу керек деп айттым. Мен айттым оған, мен әрине білем сөйлесу, бірақ мен сөйлеспеймін дедім. Өйткені мен өз тілінде, қазақ тілінде ғана сөйлегім келеді дедім. Сосын маған жаңаға директор айтады, неге енді орысша сөйлесе алмадың дейді. Сосын мен айттым, егер де ол кісі маған қазақша нормально айтса, жаңағында кіруге болмайды, мұғалімді шақырту керек, немесе там технический аппарат деген сияқты. Сол кісілер ғана аппарат десе, бізге кіруге болмайды десе, мен қазақша айтса еще, мен жарайды, түсінікті деп адам сияқты түсінуші едім ше. Ол маған бірден можно на русском деп айтты. Мен мүлде орысша сөйлегім келмейді. В общем, солай достар, өз қазақ тілімізді талап етейік бүкіл жерде. Күндеріңіз сәтті өтсін, сау болыңыздар.